Бүгін өздеріңіз білетіндей Ставангер қаласының орталығына бір ерекше себеппен шықтым. Жақын арада балдардың Пасха мерекесіне орай ұйымдастырылған каникулдарын пайдаланып, Дания, Бельгия және Нидерланды елдеріне соққалы тұрмыз. Сондағы Бельгиядағы досымызға қонаққа барамыз. Бірақ бізде оған ғана емес. Нидерландыда аз уақыт болғанда жыл жарымдай көршілес болып тұрған кісілерімізге де амандасып шығамыз деген ой бар. Сондықтан аталған адамдарымызға Норвегиядан естелік алып барғым келді. Мынандай Норвегия жазуы бар базарлықтар алдым. Қарапайым, бірақ өте мағыналы сыйлықтар. Шетелде тұрып, өзің өмір сүріп жатқан елден апарған сый-сияпат ерекше болып кетеді. Сіздер шетелге барғанда қандай сыйлық апарасыздар? Мына мен осы қалаға келіп қалған Ставангер Саннес бағыты бойынша жүрдек пойызға кері келіп отырдым. 20 минут Саннестің орталығына жетіп қалдым. Осы жолы мен билетімді қолымдағы мобильді қосымшадан алдым және бұл 49 крона 1 сағат уақытқа дейін жарамды. Достарымызға Саннес қаласындағы Ставангер атты кофе сататын дүкенге келгенмін, онымен олар бұл жерден көшіп кеткен екен.